Адалдықтың кеш оянған дауысы. Ерлан ауылдан қалаға оқуға келгенде арманы асқақ еді. Қарапайым отбасынан шыққан қоңыр жүзді, момын мінезді бұл бозбала Астанаға алғаш аяқ басқанда көше шамдары да оған арманға толы ғалам секілді көрінді. Жастықтың жалыны, албырттығы, еліктеушілігі оны ептеп өзге бағыттарға бұра бастады. Бірінші курсты аяқтап, жазғы демалыста қалада қалып қойған Ерлан жұмыс іздеді. Кездейсоқ бір кафеде бұрынғы танысы Еркінмен кездесіп қалады. Еркін заманауи киінген, қаланың қулығын меңгеріп алған жас жігіт. Қалғың келсе бізге қосыл, құжаттар тасисың, адреске апарасың, ақша жақсы, тек көп сұрама, дейді. Ерлан алғашында тартынды, бірақ қалта бос, қайтпек. Бір-екі рет жеңіл жұмыс жасап көріп еді, қалтасына алғаш рет молдау ақша түсті. Жанындағы Еркін мен басқалар біз тек қағаз апарамыз, қалғаны заңда, деп сендіріп жүрді. Ерлан бұл инвестициялық кеңсенің көлеңкелі жағын толық түсінбеді, түсінгісі де келмеді. Бірақ күндердің күнінде оған ерекше тапсырма берілді. Мына кісі зейнеткер, пәтерін кепілге қойып, біздің жобаға кіреді. Құжаттар дайын, сен тек апарып қол қойғыз. Ол түсіне ме бұл шарттарды? Білмейді. Бірақ не керек, қол қойса болды, заң біз жақта. Ерланның ішкі түйсігі бұл іске қарсы шықты, бірақ сыр бермеді. Бәрі бұлай жасап жүр, мен ғана адал бола алмаймын ғой деп өзін-өзі алдады. Адам ар алдындағы үнді кейде ақшаның сылдырымен тұншықтырғысы келеді. Ерлан да солай етті. Сол күні ол бір қарт кісінің есігін қақты. Есікті ашқан адам Әбіл ақсақал еді. Көзінде мейірім, жүзінде шаршағандық бар. Бұрынғы мектеп директоры екен. Қартайғанда жалғыз қалған, ұлы шетелде. Балам, не шаруамен келдің? Жаңа бағдарлама. Зейнеткерлерге қаржылық көмек. Қол қойсаңыз, бір реттік төлем беріледі. Ал менің пәтерім не болады? Ештеңе де, барлығы заң жүзінде. Ақсақал сенді, өйткені бала таза көрінді. Өйткені адамның өзі адал болса, өзгеден де адалдық күтеді. Қол қойылды, құжат алынды. Ерланның қалтасы қалыңдады. Ал бір жанның тағдыры сол сәтте өзгеріп шыға келді. Арада 10 жыл өтті. Ерлан бүгінде кәсіпкер, кеңсе ашқан, көлік мінген, ел қатарлы өмір сүріп жатқан азамат. Бірақ түн тыныш емес еді. Кей түндерде түсіне дәл сол Әбіл ақсақал кіреді. Үнсіз, тек қарап тұрады. Баласы Ақсар 10 жаста. Бір күні еркелеп сұрады. Әке, адам болу деген не? Сол сұрақ Ерланның ішкі дүние әлемін дір еткізді. Өзі көптен ұмытуға тырысқан оқиға қайта тірілгендей болды. Ерлан ойланып отырды, сөйтіп шешім қабылдады. Қайтадан сол ақсақалды табуға бел байлады. Сол жазда ол ауылға жол тартты. Әбіл ақсақал тұрған үйге барды, бірақ есікті ешкім ашпады. Көршілерден сұрады. Ол кісі қайтыс болғанына 5 жыл болды. Жақсы адам еді, көбіне балалар алдады, бірақ Алла кешірер деп айтып отыратын. Ерлан тізесі қалтырап, орындыққа отырды. Сол сәтте ғана өзінің кешіккенін сезінді. Енді кешірім сұрауға ешкім жоқ екенін. Сол күні зиратқа барды. Ақсақалдың бейіті алдында тізерлеп тұрып сыбырлады. Аға, кешіріңіз. Мен сіздің сеніміңізді саттым, ал сіз маған шын сендіңіз. 10 жыл бойы сол қателікті арқалап келем. Жаңбыр жауды, аспан күркіреді, бірақ Ерланның жан дүниесі тазара бастағандай болды. Қалаға оралған соң Ерлан кеңсесін жапты, қайырымдылықпен айналыса бастады. Зейнеткерлерге тегін заң көмегін ұсынатын орталық ашты. Әбіл ақсақалдың атынан шәкіртақы қорын құрды. Мектептерге барып, жастарға шын өмір туралы шындықты айтты. Қателік күнә емес, бірақ кешірім сұрау күнә. Біреудің сенімімен қиянат жасау ең ауыр жүк. Адал болыңдар. Себебі адалдық адамның ең соңғы қорғаны. Баласы Асқар енді әкесіне қарап, әке, сен батырсың. Себебі сен қателесіп, бірақ одан сабақ алдың деді. Ерлан күлімдеді. Себебі сол енді ғана шын адам бола бастағанын сезеді. Өмірде бір қателік бүкіл тағдырының бағытын өзгертуі мүмкін. Бірақ шын өкініш пен адал амал сол бағытты қайта түзеп бере алады. Ең бастысы, кеш болса да ар алдындағы үнге құлақ түру.